Жүсіп әкесінің жалғызы еді. Отбасында одан басқа бала жоқ. Сондықтан да әке-шешесі бар күш-жігерін Жүсіптің жақсы тәрбие алуы үшін жұмсайтын. Жүсіп имам хатиб мектебінің оқушысы. Оның бұрыннан бері ұнататын бір қызы бар. Есімі Аяулым. Аяулым сыныптың ең инабатты қызы. Албырт жүзін үнемі жерден алмайды. Басын көтеріп жан-жағына алақ-жұлақ қарау ол үшін жат. Тіпті үзіліс кезінде де сыныптан шықпай, үнемі үйінен өзімен бірге ала келген кітаптан бас алмайды. Аяулымды ұнататын Жүсіп сабақ кезінде ылғи оған нұрлана қарайтын. Ол болса көзінің қиығымен де Жүсіпке жауап қатқан емес. Жүсіптің өзіне деген ыстық ылтипатын байқайтын да емес. Әйтпесе Жүсіп сыныбының ғана емес, мектептің ең көрікті оқушысы. Өзге қыздар онымен дос болу үшін жанын салатын, бірақ дініне берік Жүсіп Зинаға жақындаудан қорқып, өз-өзін олардан ұзақ ұстайтын. Десек те қанша тырысса да, Аяулымға келгенде оның бұл тағаты таусылатын. Аяулымға ұрлана қараймын деп көз зинасына жол беретін, осылайша ерік-жігерін нәпсісіне жеңдіріп қоя беретін. Жүсіп бүгін бар күш-жігерін бойына жинап, Аяулымға бойында булыққан бар сезімін жайып салуға бел буды. Әркімнің бір сүйіктісі бар. Жүсіптің де бір сүйіктісі болу керек емес пе? Оның өзгелерден несі кем? Араб тілі сабағы. Жүсіп сабақ соңында Аяулымға деген сезімін білдіретін болды. Бір кезде кітабының арасындағы бір парақты көзі шалды. Жазулы тұрған пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисі еді. Ғашықтығын жасырып, ар ұят абыройын сақтап сабыр қылғанның Алла күнәларын кешіріп жәннатына кіргізеді делінген. Қайдан келген қағаз бұл? Біреу тура Жүсіптің жан дүниесін оқып қойғандай. Санасы санға, ойы онға бөлінді. Хадис әрі арабша, әрі түркше жазылған. Хадисті оқып ой тұңғиығына батты. Аяулымға сезімін айтамын деген ойынан қайтып қалды. Ертеңгі күн. Тағы да араб тілі сабағы. Жүсіп нәпсісімен алысып әлек. Ішкі сезім сыртқа шықпайынша тыныштық берер емес. Кітаптарының арасында тағы да бір парақ көз түсті. Тағы бір хадис. Үмметімнің ең мәртебелісі ғашықтық дертіне түскенде абыройын сақтағаны. Түсінді. Бұл хадистерді біреу әдейі жазып кетіп жүр. Бірақ кім? Сол сәтте ұстазының көзіне көз түсті. Ұстазы күлімсіреп езу тартты. Жүсіп басын төмен иді. Бұл парақтарды ұстазы тастап кетсе керек. Себебі Жүсіптің Аяулымға қараған ұры назарының талайдан бергі куәгері еді. Жазу да ұстазының жазуына ұқсайды. Жүсіп қызарып кетті. Аяулымға деген сезімін айтудан тағы да бас тартты. Арада бір апта өтті. Сыныптың ішін гу-гу әңгіме кезіп кетті. Аяулыммен бірге мектепке келіп жүрген баланы көрдіңдер ме? Үндемегеннен үйдей деген осы болар сүйікті ғашығы болып шықты. Жүсіптің төбесінен жай түскендей болды. Аяулымның оған жар бола алмайтынын түсінді. Салы суға кетті. Қиял құсы қолға қонбастай ұшып кетті. Аяулымнан енді күдер үзуден басқа амал жоқ. Келесі күні кітабының арасындағы тағы бір жазуы бар қағазды көрді. Бұл жолы Құран аяты еді. Мұны естігенде ер және әйел мүміндер діндестері үшін қайыр ойлап, бұл бір ап-анық өсек деушілері керек емес пе еді? Бұл аят Жүсіпті терең ойға сүңгітті. Бұны қалай түсінсе болады? Жүсіптің ойына бірден Аяулым келді және кешегі гу-гу әңгімелер. Мектептің шыға берісінде кешегі бала тағы да Аяулымды күтіп тұр. Мұны Жүсіп сырттан бақылауда. Аяулым әлгі балаға жақындап келді де, ағажан, сәл күте тұрасыз ба? Сыныпта кітабымды ұмытып кетіппін деді де мектепке қайта кіріп кетті. Ағажан? Демек сүйіктісі деп жүргендері Аяулымның ағасы боп шықты ғой. Жүсіптің санасында Құран аяты жаңғырды. Жаман ойға бой алдырып, күмәннан күнәға барғаны үшін іштей тәубе етті. Одан кейін де Жүсіп ара-тұра кітабының арасынан аят хадис жазылған қағаздар тауып жүрді.
Бұл үшін өзін ұстазына борыштар санайтын, себебі ылғи шалыс басатын сәттерде ескертетін. Арада тағы да айлар өтті. Сыныпта бір мұң басқан еді. Себебі Жүсіпті әкесі қала сыртындағы бір медресеге беретін болды. Сондықтан бүгін Жүсіптің бұл мектептегі соңғы күні. Мектептен кеткеніне емес, аяулымды енді көре алмайтынына қайғылы еді. Жүсіп ілім үйренудің ғашықтықтан да мәртебелі екенін әлі сезіне қоймаған болатын. Себебі тұла бойын шымырлап алған ғашықтық сезім бұған мұрсат та бермеген еді. Тіпті әкесіне де іштей ашулы, медресеге де барғысы жоқ. Бәрімен қош айтысты. Сыныптан шығу үшін жинала бастады. Кітаптарын сөмкесіне сала берген сол еді, тағы бір жапырақ қағазға көз түсті. Бұл жолы мына аятты оқыды. Сендер жақтырмаған істерің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін, ал қайырлы деген істерің зиянды болып шығуы мүмкін. Ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін сендер білмейсіңдер, Алла біледі деген. Бақара сүресі 216 аят екен. Бұл аят Жүсіпті сабасына түсірді. Мұнда да бір қайыр бар еді. Жасқа толы жанарын ешкімге көрсетпестен жүзін төмен салып, Жүсіп сыныптан шығып кетті. Жүсіптің қала сыртындағы медреседегі өмірі басталды. Ұстаздар алғашқы күннен бастап-ақ Жүсіптің әдептілігі мен үлкендерге деген құрметіне сүйсінді. Әркім оған болашағынан үміт күттіретін оқушы, болашақтың үлкен ұстазы ретінде қарайтын. Ал Жүсіптің іші алай-дүлей еді. Аяулымнан айырылып қалу оған оңайға соқпады, бірақ қайтсе де төзу керек. Әлбетте Алланың бір білгені бар. Арада 5 жыл өтті. Ұстазы Жүсіпті өзіне шақырды. Жүсіп, сен осы уақытқа дейін көрген ең озат шәкіртімсің. Бірнеше айдан кейін ілім майданына қанат қаққалы отырсың. Үйленетін шағыңда келді. Біздің бір ағамыздың қызы бар еді. Құран курсында оқиды. Сол қыз саған лайық деп білдік. Бұған не дейсің? Жүсіп аяулымнан басқасын қиялына да алып көрген емес еді, бірақ аяулымы бұны күтсін бе, бәлкім баяғыда тұрмыс құрып кеткен болар. Жүсіптің ұстаздарына деген жібектей жұмсақ көңілі сөзін жерге тастатқызуға жол бермеді. Сіз не десеңіз солай болсын ұстазым. Ата-анамы бір ескертейін, деді Жүсіп. Ата-анасы бұған ризалықтарын танытып барлығы қыздың қолын сұрауға барды. Бір жағы Жүсіптің жүрегі қанжылауда еді. Үйленетін қызды сүйе алмаса, оның хақын жүктеген болады ғой. Осыны ойлап ішін ит тырнағандай болды. Сөз алысып танысып біліскеннен кейін кезек қыздың кофе ұсыну кәдесіне келді. Бөлмеге айдай нұрын төгіп бір сұлу кірді. Жүсіптің аяулымды қиялдаған сонша келген қыз да оның көзіне аяулым боп көрінді. Жоқ, аяулым боп көрінген жоқ, бұл аяулымның нақ өзі еді. Мына сәйкестікті көрмейсің бе? Я Раббым, деді Жүсіп. Демек аяулым мектепті бітіріп ұстаз болған екен ғой. Жүсіп өз-өзін әрең ұстап отыр. Бір орында байыз таппай тыныш отыра алар емес. Өзіне ұсынылған кофені аларда қол дірілдеп, өз-өзіне ие болар емес. Кофені табақтан көтере беріп еді, астынан тілдей бір қағаз көрінді. Аяулымның жүзіне қарады. Аяулымды жүзін көрместен басымен ал дегендей ишарат қылды. Қағазды уысына қысып, кофесін бітіре салып, тысқа шығып келуге рұқсат сұрады. Бөлмеден шығар-шықпас уысындағы қағазды ашты. Мектепте кітаптарының арасынан шығатын қағаздағы жазудан аумайтын жазумен жазылған бір хадис. Бір-бірін сүйгендер үшін некеден асқан жақсы нәрсе жоқ. Ибн Мәжә. Жүсіп қайран қалды. Таңданысында шек жоқ еді. Барлық жазуның иесі аяулым болып шықты. Жүсіп аңғарып қоймасын деп мұғалімнің жазуына ұқсатып жазып келген екен. Жүсіп хадисті тағы бір оқыды. Бір-бірін сүйгендер, демек аяулым да оны сүйген екен. Міне қаншама жылдан бергі қауышудың уақыты енді ғана келген екен. Қызға сырға салғаннан кейін тойдың да күні келіп жетті. Қарапайым ғана той өтті. Той біткен соң Жүсіптің қобалжуы тіпті артты. Қобалжығаннан бір жерде тұра алмады.
Қолын қалтасына бір салып, бір алып тұрғанда, қолы қалтасындағы тағы бір қағазға ілікті. Тағы да бір хадис: үйленіңдер, көбейіңдер. Аяулымның бұл тосын сыйлары Жүсіптің өзіне одан сайын байлай түсті. Ғашықтығы барған сайын арта түсті. Отау тігілді, шаңырақ көтерілді. Жүсіп үйдің әр жерінен өзіне арналған аят пен хадистерді табуды жалғастыра берді. Аяулым отбасылық өмірге қатысты, әйелдің күйеуі, күйеуінің әйелі алдындағы міндеті жайлы, ата-ана қақысы жайындағы аяттар мен хадистерді әр жерге, әр бұрышқа жазып қоя берді. Және бұл жазғандарының барлығы бастарына туған жағдайға тура келетін. 3 айдан кейін Жүсіп шәкірттерін оқытып медреседен үйіне келді. Сырт киімін шешіп, киім ілгішке іле берген сол тағы бір қағазға көз түсті. Сәбидің иісі, жәннаттың иісі. Бұл әке боласыз деген сүйінші еді. Уа Раббым, деп қуаныштан айқайлап жіберді. Аяулым өзгелер секілді бала көтердім деп естіртудің орнына бұл жақсы хабарды да бұрынғы әдетінше хадиспен сүйіншіледі. Бұл хабардан қуанышы қойнына сыймай, дереу сүйіктісінің жанына жүгіріп барып маңдайынан өпті. Сүйіктісі енді баласының анасы болмақ. 1 ай өткен соң, ұйқыдан көзін ашқан Жүсіп жастығынан тағы бір жазуды тапты. Хадис еді: ләззаттарды жоятын, ауыздың дәмін бұзатын, үміттерді үзетін өлімді жиі еске алыңдар. Не үшін жазды екен бұны аяулым? Ас үйде тағы ас әзірлеп жатқан сүйіктісінің жанына барды. Жазудың себебін сұрады. Басын төмен салбыратқан аяулымның көңілінен қаяу көрді. Бүгін түсімде сенің о дүниеге аттанғаныңды көрдім, сол үшін осы хадисті жазғым келді. Алаңдама, саған кеш қол жеткіздім, сондықтан сені ерте тастап кетпеймін, деді Жүсіп. Бұл сөзін әйелінің жұбанышы үшін айтқан еді. Әйтпесе аяулымның бұл түсі төбесіне мұздай су төгіп жібергендей өне бойын шымырлатып жіберген еді. Тек сөзін әзілге айналдырып, мұнысын сездірмеді. 1 апта өткен соң аяулым Құран курсында еді. Жүсіп болса үйде кітап оқып отыр, бір кезде жүрегіне шаншуға далды. Тынысы тарылды, жүрек талмасы ұстады. Оқып отырған кітабының арасындағы қағазды қолына алуға тырысты. Ақыры бірнеше минуттан кейін бұл дүниемен қош айтысып жүріп кете берді. Аяулым үйге кіріп Жүсіптің өлі денесін көре есінен танды. Есін жиып, егіле жылап жарының жанына барды. Сүйіктісіне қол тигізе алар емес, өлді дегенге сенгісі жоқ. Сол кезде қолындағы қағазына көз түсті. Хадис пен оның астында бір жазу бар еді: балаға жақсы ат қою әкенің міндеті. Ұлым туса Жүсіп, қызым туса Фатима қой есімін. Жүсіп өлімге қатысты хадисті оқығаннан кейін ажалы жақындағанын іштей сезіп, осы хадисті жазып кітабының арасына дайындап салып қойған екен. Аяулым үшін енді Жүсіп жоқ еді. Жүсіптен айырылғаннан кейін аяулымның ата-анасы қанша төркініне алып кетеміз десе де, атасы мен енесінің жанынан айырылмады. Себебі Жүсіп олардың жалғыз ғана ауылдары еді. Аяулым кетіп қалса, қайғы үстіне қайғы жамылып, жығылғанға жұдырық болар еді. Оның үстіне аяулымның бойында немерелері бар еді. 6 ай өткен соң Жүсіптің ұлы дүние есігін ашты. Тура Жүсіпте сүйкімді еді. Атасы немересін құшағына алды. Құлағына азанын шақырды. Сөйтті де көзі жасқа толып, булыққан үнмен ақырын ғана: қош келдің ұлым, қош келдің немерем, қош келдің екінші Жүсібім, Жүсібім, деп әкеден аманат болған есімін берді.